Міне, құрметті ағайын, біз 30 мың евроға табанға тапсырыс бердік. Шамамен теңгемен 20 миллионға жақын. Ең жақсы табандар тапсырыс бердік. Не үшін? Біздің абыройымыз үшін, біздің арымыз үшін. Өзіміз жасап жатқаннан кейін сапасына кепілдік берейік дедік. Өткен жылы біз бұл аяқ киімдер біздің бетіміз, абыройымыз деген болатынбыз. Сол жерде кемшіліктер кетті. Содан кейін біздің командамызда қыз-жігіттер айтады: аға, біз сапа кепілдігі туралы абыройымыз, бетіміз деп айтпай қойықшы дейді да. Енді маған жаны ашығаннан айтып отыр ғой. Сосын мен айтып отырмын, керісінше біз айтайық, біз осы жерден береке табамыз, осы жерден біз табыс табамыз деп сөйтіп айтып жатырмын да. Содан кейін біз биыл міне ең жақсы табанға тапсырыс бердік. Өткен жылы осы табандарды тексеріп көрген кезде 1500 аяқ киімнен бір пар ғана жалобы болды. Енді бұл деген өте көрсеткіш. Енді биыл біз өз өнімімізге сенімді болғаннан кейін біздің абыройымыз, біздің бетімізге сәйкес болу үшін мынандай абырой деген сертификатты енді бұдан кейінгі шығатын аяқ киімдерге ішіне салып беретін боламыз. Енді бұған дейінгі аяқ киім сапасыз деген сөз емес. Олардың барлығын өзгертіп, барлығын сатып, тиімді бағада сіздерге ұсынамыз деп өздеріңізге айтқан болатынмын. Бұл сала біздің өміріміз, бұл сала біздің бизнесіміз, бұл сала біздің рызық несібеміз. Енді рызық несібемізді адал тауып, сіздердің алдарыңызда сапалы өнім шығарып, сіздердің алдарыңызда басымызды тік көтеріп жүргіміз келеді, және еліміздің экономикалық тәуелсіздігіне үлес қосып, жергілікті өндірісті дамытып, 1500 адамды жұмыспен қамтимыз деген үлкен мақсатымыз бар. Ал осы біздің аяқ киімдеріміз дамуы бізді әлемдік деңгейге шығаратынына мен сенімдімін. Сондықтан биылғы аяқ киімдер біздің абыройымыз, біздің бетіміз деп нақты айта аламын. Бағасына келетін болсақ, бұл аяқ киімдердің өте қолжетімді бағада болады. Күтіңіздер, сөзіміз ісімізден көрсін. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Етікші сау болыңыздар.